Кремдерді жууга бергем. И до чистки деп. Потом будет после. Мына диванды оп-оңай көтереді. Әйелдері де, еркектері де. Потому что, бұлар күшті. Бәрібір жинап жатқан кезде мен қарап отырамын қасында. Бөлмеге отырамын. Қай бөлмеге барса, сол бөлмеге барып отырамын ғой десең. Себебі айтайын, себебі осы жерде менің көршілерім бар ғой, таныс. Оларда үйіне осындай тазалық шақыратын болған бір күні. Олар байқамаған ғой, енді бір күні келіп кетіп жүрген, енді күніге келіп кетеді. Сосын бір күні есік тақылдады, сол кезде ашса, жаңа тазалықшы сол кісінің футболкасын киіп келген ғой үйіне. Сол кезде тұрып, все, рахмет, пока деген ғой. Айтып сұраған еді, типа, сен футболканы қайдан, бұл менікі ғой деген кезде. Ол деген кешірім сұрап, жылап, мен бірақ футболка алдым, қайтарып берем, ойбай деп, потихоньку каждый день бір-бірінен алып ұрлайтын болған ғой. Даже, может, не знаю, ақшаларды алған шығар, басқа нәрселерді алған шығар, бірақ байқамағанда көп заттар болғаннан кейін, күніге керек етпегеннен кейін. Сондай. Мен бұл қызға сенемін негізінде, бірақ сонда да сақтық қорлық жоқ. Бұл қыз өз маған көшеде келіп, үйіңде жұмыс істесем бола ма деп сұрап алған. Сосын мен интервью сияқты сөйлескем. Сосын ақша жағынан келісіп, жұмысқа алғанмын. Көшеде жүрсем Қытай деп ойлап қалған ғой. Қытайша сөйлесіп тұр маған. Сосын айттым да, мен Қытай емеспін деп. Не болды саған дедім. Ағылшынша сөйле деп. Сөйтсем ағылшынша біледі екен. Бұл жақта негізі халық екіге бөлінеді ғой. Англофон, франкофон деп. Осы ағылшынша білетіндер, французша білетіндер болып. Кезінде соғыс болған екеуінің арасында. Қазір татуластыруға тырысып жатыр. Бірақ әлі күнге дейін сондай түсінбеушіліктер бар. Официалм деген қала жақтар бар. Ол жақта әлі күнге соғыс. Себебі англофондар жеке мемлекет болғысы келеді. Сондай. Таза болып қалды. Дивандар да уже орнында. Сағат түскі 4. Ой, 14. То есть 2. Үйдің ауласы. Мына жерде бүгін мына апай динер, то есть ужин жасапты. Ужины осылай. Өзінің тайпасындағы тыңдайтын музыкасын қойып қойыпты мына жерге. Естіп тұр ма? Солай, бүгін ужинді түсіруге келдім. Мындай лавочкада береді. Мына жерде ата тамақ ішіп отыр. Обычно люди тут сидят и кушают. What is the ingredients? Meat, red meat. Red meat? Beef? The ingredients is tomato, green pepper, leeks, onion. Leeks? What is leeks? There's one onion like this long. There is no meat. There's meat inside, red meat. Red meat, what is red meat? Cow meat. Cow meat, beef. This one? Beans? How do you do that? There's onion, green pepper. Oh, looks good. Light inside. Ginger, garlic. Smells good. Неге бұл жақта үйінде тамақ жемейді деп сұрайсыздар? Себебі бұл жақта адамдардың үйінде ыдыс жоқ, қасық жоқ, сол үшін барлығы тамақты сырттан ішеді. И плюс ешкім үйінде дайындамайды. Мына жерде алдынан осылай көрінеді. Жұмыртқа бар, банан сатады екен, папайя. Ой, папайя деп ма? Плантейн? Плантейн? Плантейн чипс. Жақта сузындар. Why do? It's for breakfast. It is for breakfast. Why do people don't eat in their houses?
Why do people don't eat in their houses? In the house. Here, we are doing it here. Yeah. Oh, when they come out late, they'll come and eat. If they don't eat here, what we will eat also? We are selling to. Ah, yes. So they are bachelors, people who are not married, people who came out very early in the morning that their wife could not prepare or eat here. What about the Sundays, Saturdays? So Sundays, I cannot come out. That's the only day that I can rest. Saturdays, they eat also. So Sundays, they eat in their home? Yeah, Sundays, they eat in their home. But there are people who sell fish on Sunday. Ал мына жерде сусындар. Ректар. Energy drink. What is this? It's 33. 33? Is this beer? Alcohol. Yes, it's alcohol. Ah, it's alcohol. Ah. You cannot film this one. Alcohol, yeah. Drink alcohol. You like alcohol? I drink, yes, I like. Ah. But not always, at times. Мына жанында тұрған басқа бутик. Бұл бутикте тәттілер сатады екен. Мына жақта балалар күтіп тұр, аламыз деп. И снеки тоже. Сулар. Темекі де сатады екен. Мынау жевательное, кажется, что-то. Мына жақта тәттілер тоже. Су сатады екен. Мамбо деген осы жақта шығатын шоколад. Дәм-дәмді негізінде. Менде иногда жеймін. Камерунский шоколад. Мына жақта мына жерлерде не бар? Гольф бар. Ол жаққа біз алдыңғы күні барғанбыз. Бір трэш оқиға болған. Кейін сөйтіп айтып беремін. Мына жерде мектептен қайтып бара жатыр балалар. Міне. Уже қазір күн ыстық болған екен. Бүкіл нәрселер сарғайып кеткен ғой. Сап-сары болып. Негізінде жап-жасыл болып тұрады. Мынау Гольф деген район, байлардың районы. Анау ақ болып тұрған жерде тап-таза көрініп тұрғандай. Бірақ қазір жақындап ол жерге барып түсіруге болмайды, себебі ақштың немелшілігі олар түсіруге болмайды деп айтады. Don't touch. Түсіруге болмайды. Мен баламды ұстап кетпекші ғой. Ужас. Мынандай әдемі гүлдерді немесе елка осындай әдемі нәрселерді көрсең шетте, оларды негізі ұстауға болмайды. Мысалы біз ұстап көргіміз келсе де ұстамаймыз, себебі адамдар көшеге дәрет сындырады. Дәрет сындырған кезде в общем ағызып сөйтіп кетеді ғой, в общем ужасно. Бутиктар основном секонд-хенд. Себебі секонд-хендтен алысып білесіздер ма? Себебі Африкаға көп адам пожертвование жасайды церковьтарға Европадан. Адамдар оны алып бесплатно таратудың орнына осылай сатады. Ательяға кіріп келдім ғой. Материалды өзіме бірге алып келсең де болады екен. Тік береді екен. Ұрысып жатыр бірдеңе деп. Мынау осындай стильдер. Қайсысын қаласаң соған тік береді екен. Бәрі ашық-шашық екен, бірақ. I like this one. You buy one. Dis que si elle veut prendre, si elle prend le pain qui a deux motifs. Si ça n'a pas, c'est qu'elle va prendre deux pains similaires. Tu vas seulement tout filmer.